Ойыннан шыққан өрт Жамбыл облысында топтық төбелес орын алды. Жаппай жаға жыртысу кезінде 6 адамға оқ тиді. Атыс ауыл жастарының арасында болған. Көрші ауылдан көкпар тартуға келгендер жергілікті жігіттермен сөзге келіп қалса керек. Арты үлкен шуға ұласып, бір-біріне мылтық кезенуге дейін барған. Айта кетерлігі, қып-қызыл төбелес көзден таса орында емес, ауылдың дәл іргесінде болған. Жаппай жаға жыртыс мына жасыл алаңда болған. Аудан орталық саналатын Аса ауылымен көршілес жатқан Бірлесу еңбек ауылының тепсе темірүзер жігіттері көкпар ойынында келісімге келе алмай қалады. Содан кеудесін кек-кернеген 70-ке жуық жігіт жиылып, ауылдарының намысын атыспен шешпек болған. Куәгерлердің айтуынша, ұрысқа ұласқан жанжал 27 мамыр түнгі сағат 1:30-да болған. Салдарынан 6 бірдей адамға оқ тиген. Олардың арасында көшеде өз бетінше жүрген тұрғында 7 жерінен жараланыпты. Қонақта шығып келатқам, осы тротуармен келатқам, жақта талпа балалар мылтық атылды, тиді маған. Есім жесам, больницадан шықтым. 7 жеріме тиген оқ. Аяғымды екеуін алынбады, солай қалады деді ғой. Әсеттің шекесіндегі жара шашырай шыққан бытыраның тиген жері. Ол дер кезінде көмекке келмеген тәртіп сақшыларына өкпелі. Қарулы қақтығысты погон таққан полицейлердің бірі де байқамаған, дүрсілдеген дауысты да естімеген. Олар әлі күнге топтық төбелеске кінәлілерді таппай әлек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Аталған оқиғаға байланысты 257-ші бап 3-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қару қолданған және бұзақылық баптар бойынша іс қаралуда. Әзірге белгілісі атыста аңшы мылтықтары қолданылған. Ал жапа шеккендерді сөзге тартып көріп едік, олар жұмған аузын ашпады. Қазіргі уақытта екеуінке орташа болып тұр, үшіншіге жағдайы ауыр. Үшінші адамға, үшіншіге операция жасалынды, оң бүйрегіне зақым келген. Аудандағы ағайын енді атыстың алаңына айналған орталық стадионды басқа жерге көшірсін деп отыр. Мүмкін ырымшылдығы болар, бірақ қан төгілген жерге қадым аттамаймыз дейді. Данияр Әлімқұл, Астана телеарнасы, Тараздан.